Сонымен қатар республикалық биыл 5-ші рет өткізіліп жатқан жас орындаушылардың Түркістан дауысы ән байқауының қатысушылары. Түркістан өңірі өзінің мәдени жаңалықтармен әрқашанда елді таңғалдырып, жоғары деңгейде іс-шараларды өткізіп жатыр. Оның ішінде дәстүрлі музыканы дамыту, классикалық музыканы дамыту, сонымен қатар халықаралық деңгейдегі қазақ әндерін насихаттайтын жобалар биыл осының 5-6 жылы өз жалғасын тауып келіп отыр. Сонымен бірге биыл осы 5-ші рет өткізіліп отырған жас орындаушылардың республикалық Түркістан байқауы, эстрадалық ән байқауы биыл 5-ші рет өткізіліп жатыр. Енді әлемдік деңгейде жалпы орындаушылық өнердің сапасын арттыру мақсатында репертуарда жастарды жаңа қазақ музыкасына, сонымен қатар шетелдік ән байқауларда жоғары топта көріну үшін осындай байқаулар керек деп ойлаймын. Өйткені қазіргі аренада, әлемдік аренада өздеріңіз байқап отырсыздар, осы Қазақстаннан шыққан әншілер қазір көп ән байқауларда, топтарда, концерттерде бәйге алып жүр. Бұндай байқаулардың ерекшелігі, бұл байқауларда қатысушылар үлкен өнер мектебінен өтеді деп ойлаймын. Өйткені қазылар алқасы өздігі байқау барысында мастер шеберлік сыныптар өткізіліп, осындай 2 күнге жалғасатын байқау өз жалғасын тауып жатыр. Бірінші байқау материалдарына келетін болсақ, біріншіден орындалатын шығарма бұл авторлық өңдеуге қарап жоқпыда өзінің қазақтық композиторлар немесе халық әндерінің орындайтын болады. Ал екінші кезеңде бэндтің сүйемелдеуімен әлемдік классикаларға және еркін тақырыпқа кезек беріледі. Ал байқаудың биылғы төрешілері Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, биыл мынау өзіміздің жерлесіміз келіп отырардан түлеп ұшқан талай әндердің авторы Бағлан Омаров бар. Сонымен қатар белгілі әнші композитор Мархаба Сәби, белгілі әнші сазгер өзіміздің жерлесіміз Маржан Арапбаева өздігінен қалыс қалмай биыл да қазылар алқасының мүшесі болып отыр. Сонымен қатар тағы да бізде қазылар алқасы бар. Ол кісі